өзі сол ауыр пакеттерді қаншама жыл үйге көтеріп алып келген. Бір пакет еще помой ғой андай. Менің анам кухрабочая болып туберкулезный больницада жұмыс жасаған. И күн сайын науқастардан қалған тамақты сол жерде жұмыс жасайтын кісілер бөліп алып үйіне алып келетін. И мамам всегда 2 сумкамен қайтатын. Біреуінде помой болатын, екіншісінде біз жейтін тамақтар. И ол ауыр кәдімгідей 2 литрлік банка сондай заттарда. И мен соны күн сайын мамам жұмыстан келетін кезінде алдынан шығып күтіп алатынмын. Сонда мен мұғалімдері, ауылдың балалары көріп кететін. Мамасын кеше аурулардан қалған тамақтар жейінде атыр деп. Мамама бір күн мектептен жылап келем ғой, сөйтіп айтты деп. Сонда мамам айтатын, ертең келмей ақ қой, ол пакеттер жеп жеңіл, мүлде ауыр емес, мен өзім көтеріп алып келе беремін деп. Өзі сол ауыр пакеттерді қаншама жыл үйге көтеріп алып келген. Сол балаларым жесін, малым жесін, итім жесін деп бір пакет еще помой ғой андай. Кәдімгідей мал жейтін да. Аналардың жүрегі қандай кең, балалар үшін барлығына дайын айтып, аяғынан шеге қадалып жатса да мақтанысын бассын дейтін адамдар ғой. Аналарымыз барлығына дайын біз үшін. Бағалаңыздар аналарыңызды болса.